Қайырлы күн достар баршаңызға. Бүгін осындай өте әдемі, дәмді, витаминға өте бай көкөністерден жасалатын салат түрін жасайтын боламыз. Майонезсіз, майда жасалады. Брокколи мен цветный капустадан жасайтын боламыз. Маған осы жарты цветный капуста мен жарты брокколи жеткілікті. Осының өзінен көп 2 ыдыс толатындай салат шығатын болады. Ең алдымен барлық көкөністерімізді жуып тазалап, осылай видеодағыдай бөлшектерге бөліп, алдын ала кесіп алатын боламыз барлығын. Үлкен болған бөлшектерін ортасынан 1 немесе 2 рет кесіп бөліп, кішірек бөлшекке бөліп алсаңыздар болады, жегенге өте ыңғайлы болу үшін. Келесі осылай барлығын дайындап алған цветный капуста мен брокколимізді ыстық суға қайнатып алатын боламыз. Қайнап тұрған ыстық суға ең алдымен цветный капустамызды салып, 3-4 минут қайнатамыз. Одан көп қайнатпаңыздар, жұмсарып кетеді. Бізге кішкене қытырлап тұрғаны қажет. Сол себепті 3-4 минут жеткілікті. Осыдан кейін осы суымызға брокколимізді де салып, 3-4 минуттай ғана қайнатамыз. Қайнағаннан кейін сүзіп алатын боламыз. Құрметті көрермендерім, осы қазақша контент каналдарымыздың дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк, комментарий жазып, тіркеліп қойыңыздар каналға. Осыдан кейін бізге бір дана сәбіз жеткілікті, теркадан осылай өткізіп аламыз. Аздау тұз сеуіп, жұмсартып, осылай қойып қоятын боламыз. Салаттың ең соңында қосатын боламыз. Осыдан кейін тәтті болгар бұрышымыздан қызыл-жасыл түсін таңдадым. Осыдан соломка етіп жартысын турасаңыздар жеткілікті. Келесі жасыл бұрышымызды да осылай турап алатын боламыз. Одан кейін осы салатымызға қоса беретін боламыз. Бір дана қиярымызды да соломка етіп, жіңішке етіп осылай турап алыңыздар. Барлығын осы цветный капусталарымызға қосамыз. Қиярымызды және дайындап қойған сәбізімізді, менде кинза, укроп, салат жапырағы, осын турап дайындап қоямыз. Одан кейін дәмдеуіштерімізді қосып, соевый соус, яблочный уксустан 1 қасық және қыздырып майымызды осы тәтті бұрыштың үстіне құятын боламыз. Және зелендарымызды, көк жапырақтарымызды салып, жақсылап осылай араластырып алатын боламыз. Дәміне қарай өздеріңіз қалауыңыз бойынша қара бұрыш, қызыл бұрыш немесе басқа да дәмдеуіштерді қоса берсеңіздер болады. Менде паприка 1 қасық және 1 қасық сухой құрғақ чесноктан қостым. Мінекей салатымыз өте дәмді болды. Дайын болды. Ас болсын сіздерге, міндетті түрде жасап көріңіздер.